Флористика кәсіп түрі ретінде ежелгі дәуірден бері келе жатыр, ал мамандықтың өзі 20 ғасырдың басында пайда болған. Флористика техникасы көп шыдамдылықты, ұқыптылықты, еңбекқорлықты және белгілі бір қабілеттердің болуын талап етеді. Флористика арқылы шеберлер табиғатқа деген сүйіспеншілігін білдіріп, көрермендерге қоршаған әлемнің әсемдігін көрсетеді. Жусанның бұтағында қарлы шыршаны немесе ағашты бәрі бірдей көре бермейді. 1980 жылдан бастап Светлана Афанасьевна Гусева өз панноларын кептірілген гүлдерден, шөптерден, жапырақтардан, мүйіз-тұмсықтардан және мүктерден флористика техникасында орындады. Жазғы пейзаждарды тамашалай отырып, сіз өзіңізді тау өзенінің жағасында, таулардың баурайында серуендеп, ай сәулесінің шуағына толы өзен жағасында жүргендей сезінесіз. Оның күзгі ландшафт тақырыбындағы жұмыстары өте қызықты. Әсіресе флористика техникасында жұмыс істеу үшін күз мезгілі өте қолайлы болып келеді. Қысқы пейзаждар да өзінше әдемі. Мысалға, аязды бұталар мен жабылған көпірі бар өзен жағалаулары, қармен жабылған ағаш үйлер, су беті мен аспан акварельмен боялған. Кептірілген гүлдерден, шөптерден, жапырақтардан және қоғалардан жасалған натюрморттары қандай керемет десеңізші. Жемістер мен шөптердің гүлді сабақтарына және саңырауқұлақтарға толы себеттер, гүлдер мен шөптерден жасалған композиция және дала гүлдері мен күзгі жемістер саңырауқұлақтар арасында орналастырылған өрнекті себет. Светлана Афанасьевна 1938 жылы Ресейдің Курск облысы Фатеж қаласында дүниеге келген. 1941 жылы Өскемен қаласына 3 жасында отбасымен көшіп келген.